Мен ойлаймын. Ассаламалейкум құрметті көрермендер, бізбен бірге болыңыздар. Биогумус нөлден каналына қош келдіңіздер. Мен ойлаймын, биогумус өндіру саласы алдағы жылдары өте қарқынды дамып, өсіп өнеді. Неге десеңіздер, қазіргі заманда барлығы химия болып кетті. Адамдар шаршады. Өсімдіктер жақсы өнім берсін деп, диқандар неше түрлі химиялық тыңайтқыштарды қолдана отырып, нарыққа өз уақытында жеміс-жидек, көкөніс, дәнді дақыл ұсынуда. Соның салдарынан адамдар неше түрлі аурулармен ауырып, соның ішінде бас ауруы, стресс, буын аурулары, жүрек, бауыр аурулары және тағы да басқа созылмалы дертке шалдығып жатыр. Шешім: таза табиғи тыңайтқыш қолдана отырып, жеуге жарамды болатын өнім өндіру болып табылады. Сенің де ойың менің ойыммен келісетін болса, осы видеоға лайк бас және достарыңмен бөлісуді ұмытпа. Комментарияға өз ойыңды жаз. Жақсы күндерде кездескенше сау саламат бол.